Сәлеметсіздер ме балалар, отырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз статистикалық деректер және олардың сипаттамалары. Яғни арифметикалық орта, өзгеру классы, медиана, мода деген тақырыпты біз өтеміз. Осы тақырыпқа байланысты біз ары қарай бүгінгі қосымша ары қарай есептерімізді шығарамыз. Сонымен ашық сабаққа қош келдіңіздер. Бірнеше сандардың арифметикалық ортасы, санды деректердің құлашы, медианасы және модасының анықтамаларын біледі. Статистикалық сандық сипаттамаларын есептей алады. Бірнеше сандардың қосындысы. Сол сандардың санына бөлу арқылы табылатын мән. Мысалы, 4 санды алсақ, 2, 4, 6, 8 бұлардың арифметикалық ортасы 5 болады. Медиана сандарды ретке келтіріп, ортадағы мәнді анықтау. Егер сандарда жұп саны болса, ортасындағы 2 санның арифметикалық ортасын аламыз. Сонымен арифметикалық орта дегеніміз не? Арифметикалық орта деген сандардың қосындысын қосылғыштар санының өте шартын саны. Өте жақсы, рахмет. Келесі медиана. Медиана егер жұп сан болса, ортасындағы 2 санның арифметикалық ортасы медиана болады. Ал егер тақсан болатын болса, өзі ретінде болғанда жаңағы ортасындағы сан не? Келесі мода дегеніміз не? Мода берілген сандар қатарындағы ең көп кездесетін сан. Берілген сандар қатарындағы ең көп кездесетін сан мода. Келесі, қандай бізде? Өзгеру классы. Жансен айтып. Өзгеру классы ең үлкен саннан ең кіші санға азайтқандағы өзгеру классы. Ең үлкен саннан ең кіші санға азайтқандағы мәні бізде өзгеру классы. Бірінші топ бізде қандай? Мода тобы, екінші топ медиана, үшінші топ бізде өзгеру классы, яғни классы. Бүгінгі сабаққа сендерге сәттілік тілеймін балалар. Енді бір-бірімізге бүгінгі сабаққа жаңа жылы лебіздерімізді айтайық. Диназ айта ғой. Бүгін сендерге сәттілік тілеймін.